Сәлем достар, Ханшайым каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге құлпынай тортын жасап көрсетемін. Ол үшін бізбен бірге каналда болыңыздар. Құлпынай тортын жасау үшін алдымен бисквитті дайындап аламыз. Ол үшін 150 грамм қант, 175 грамм ұн, 5 жұмыртқа және разрыхлитель керек болады. Алдымен құрғақ, таза ыдысты алып, оған 5 жұмыртқаны саламыз. Бес жұмыртқаны салып болғаннан кейін 1 минуттай миксермен араластырамыз. Яғни жұмыртқаның бетіне осындай көбік пайда болғаннан кейін үстіне қантымызды саламыз. Енді 3-4 минуттай араластыруымыз қажет. Біздің жұмыртқамыз бен қантымыз осындай болу керек. Оның үстіне 1 қасық разрыхлительді саламыз. Салып, араластыруымыз керек. Міне араластырып болдық. Енді араласқан жұмыртқамыздың үстіне ұнымызды саламыз. Оны миксермен араластырамыз. 2 минуттай миксермен араластырамыз. Араластырып болдым, бисквитіміз дайын болды. Енді оны арнайы қалыпқа саламыз. Арнайы қалыптың бетіне бумага для выпечки қағазын қолданамыз. Осылай етіп алғаннан кейін, оның үстіне дайын болған бисквитімізді саламыз. Құйып болдым. Енді ыстық пешке 180 градусқа қойып, 20-25 минуттан кейін аламыз. Пештен бисквитті алып шықтық, енді оны тексереміз, яғни зубочисткамен қарап көруімізге болады. Егер де зубочистка ылғал болатын болса, онда піспегендігін көрсетеді. Яғни біздің бисквитіміз пісті. Бисквитімізді мынадай ыдыстың үстіне қойып, суытуымыз қажет. Бисквит суығанға дейін біз кремнің арасына қосатын сироп жасауымыз қажет. Ол үшін маған 300 грамм құлпынай және 200 грамм қантты қосып, отқа ыстамыз. Яғни қоюланғанша дейін отқа қойып ыстуымыз қажет. Не осындай күйде болу керек. Бұл яғни кремге қазір араластыруға қажет болады. Немесе үйде құлпынайдың тосабы болса, вареньесі, оны да қолдануға болады. Бисквитіміз суығаннан кейін, оны 3 бөлікке бөлеміз. Осылайша бисквиттерді теңде 3 бөлікке бөліп аламыз. Ендігі кезекте кремді дайындауға кірісеміз. Кремді дайындау үшін маған біріншіден сливки қажет. Мен сливкидің мынадай түрін пайдаланып тұрмын, яғни 34%-дығын. Сливки бізде 216 граммды пайдаланамыз. Және де қант ұнтағы 90 грамм. Кремекте сырын 200 грамм қолданамыз. Және де құлпынайдың пюресін пайдаланамыз. Бұл бізде 300 грамм. Алдымен сливкиді миксерлейміз.
Миксерлеген кезде жай жылдамдықпен жасауымыз қажет. Сливкиді осылай қоюлағанша дейін миксерлейміз. Оның үстіне қант ұнтағын саламыз. Миксерлеп жібереміз. Оның үстіне креметте сырын саламыз. Енді миксермен араластырамыз. Міне біздің креміміз мынандай күйде болу керек. Болғаннан кейін оның үстіне құлпынайдың сиропын саламыз. Салып 20 секундтай араластырып жібереміз. Біздің креміміз дайын болды. Ендігі кезекте бисквиттерді жинаймыз. Креміміздің барлығын салып болдық. Енді үшінші бисквитімізді саламыз. Жиналған бисквитімізді 40 минуттай мұздатқышқа салып қоямыз. Ендігі кезекте торттың сыртын әсемдеуге арналған кремді дайындаймыз. Ол үшін маған қажетті заттар: 250 грамм креметте сыры, 80 грамм сливочный масло және 80 грамм қант ұнтағы. Құрғақ және таза ыдысқа сливочный маслоны салып, оны миксермен араластырамыз. Он 15 секундтай араластырғаннан кейін оның үстіне креметте сырын саламыз. Және де қант ұнтағын саламыз. Үш минуттай араластырамыз. Араластырып болдым. Тортымызды босатамыз. Яғни бұны мұздатқыштан 40 минутқа қойдым. Арнайы крем салатын пакетке бупипайдың насадкасын пайдаланамын. Ішіне салып, кремдерімді пакетке саламын. Осылайша кремдерімізді жағып алдық. Енді мынадай лопаткамен тегістейміз.
Торттың бетіне кремнің жартысын жағып болдым. Енді жарты креміне мынадай красительдің розовый түрін пайдаланамын. Мынаның ішіне 2 тамшысын қоссақ болады. Красительді қосқаннан кейін арнайы лопаткамен араластырамыз. Міне бізде қанық қызыл түс шықты. Енді осыны кремнің үстіне жағып әсемдейміз. Кремді пакетке саламын, одан кейін торттың бетін әсемдеймін. Достар, біздің тортымыз дайын болды. Торттың бетін әсемдеуге болады. Ол үшін үйде қандай қажетті заттар бар, соларды қоюымызға болады. Біздің тортымыз өте дәмді және әдемі болып шықты. Қазір кесіп дәмін көреміз. Достар, менің рецептімнен жасалған тортты өздеріңізде жасап көруге болады. Және осы торт ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Біздің жаңа видеоларды жіберіп алмас үшін міндетті түрде подписаться мәзірін басып, каналға жазылып кетіңіздер. Мына тұрған қоңырауша белгісін бассаңыздар, біздің видеоларды ең бірінші болып көресіздер. Бүгінгі осы, келесі кездескенше сау болыңыздар.